Математика 2 сынып 119 сабақ. Өзіңді тексер. Сабақтың мақсаты санды өрнектер түрінде барлық арифметикалық амалдарға берілген қарапайым есептерді шешуді, қосу мен азайтуға берілген құрама есептерді санды өрнектер түрінде шығарудың моделін құрастыру. Бөлім бойынша берілген тақырыптарды еске түсіре отырып, 5 кезеңге берілген тапсырманы орындаймыз. Білу, есепті шығар, жарысқа әр топта 6 адамнан 3 ұлдар тобы және 9 қыз келді. Жарысқа барлығы неше бала келді? Түсіну кезеңінде кері есепке сәйкес сұлба таңдап, оны шығарамыз. Қолдану. Есептердің шешуін тап. Санжардың 9 қарындашы бар, ал Ләззаттың қарындашы оған қарағанда 3 есе артық. Оларда барлығы неше қарындаш бар? Талдау. Есепті оқы. Үстелде 30 қызыл текше және одан 5 есе кем жасыл текше жатыр. Оларды әр қорапқа 6 текшеден бөліп салу керек. Есептерді орындай отырып, сен нені біле аласың? Сұлба және санды мәліметтер бойынша есеп құрастыра отырып, есептің мазмұнын жинақтаймыз. Бағалау. Есептің шешуінің дұрыстығын тексер. Дұрыс шешуі мен жауабын жаз. Себетте 15 алма және алмадан 5 есе кем алмұрт бар. Алмұрт алмаға қарағанда неше есе кем? Шешуі 15 бөлінген 5 тең 3 алмұрт, 15 қосу 3 тең 18 алмұртқа. Бөлім бойынша тақырыптарға берілген есептерді талдауды және шығаруды, кері есеп құрастыруды, тура және жанама сұрақтармен берілген есептерді ажыратуды үйрендіңіздер.